Короче, эфирден кейін чисто мужской состав өзіміз болып тамақ шоу. Айс бар. База өзіміз болып қуанып тұрмын. Бір уютный жердеміз. И менің бажам бар. Қызым саған кет. Айбек енді қазір айтатын кез емес. Өзіміз алайық. Қайырлы кеш. Мен бір қайырлы кеш деген бас алмадым ғой шіркін. Бүгін Джинджерға келдік. Тағы да тамақ жеуге. Етеден шығып ары бері. Қасымда Айс бар. Сәкең бар. Бажам бар. Бүгін қыздарсыз өзіміз ұлдар болып. Чисто сами деп шаққанымыз бар. Ал бізге ас болсын. Қазір масқара мынау. Не жеріңді білмей қаласың да иә сәл көп екен. Кішігірім мамамды күтіп алуға дайындалып жатырмыз. Кішігірім өзіміз тамақ жасап беріп жатырмын. Кішігірім стол жасап жатырмын ана жақтан. Ана маған айтты ғой, стримда отырсың ба әлі деп Гүлнұр сұрақ қойып еді ғой. Жатырмын стримда дедім ғой. Иә. Жатырмын. Біз еще бір жағынан кішігірім жуу болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер бүгін. Иә, бір компанияның серіктесі болдық. Что пожелайте нам удачи и құттықтап қойсаңыздар болады. Сол, достар, бүгіндікке болды. Больше не хочу отвечать, потому что бүкіл сұрақтардың барлығы бір болаққа қашан келесің, кемеңгерге шанс бар ма, Айсажанға шанс бар ма, қосылатын ниетің бар ма, кімді жақсы көресің, үнки сондай сұрақтар. Достар, жоқ, бір болаққа бару ойымда жоқ. Ол сұраққа 1040 рет жауап бердім сіздерге. Сол үшін қайта-қайта қоя бермеңіздер. Әртүрлі адам сұрағанмен менің жауабым өзгермейді, понимаете? Просто сендер онан барлығыңызға сәрият етіп жатсыңдар, чисто бір сұрақпен. Все, всех люблю. Барлықтарыңызға сәлем, достар, қалайсыздар? Мен Алматыдамын. С утра съемкаға барып келдім. Қазір үйге келіп тамақ ішіп, содан кейін бұйырса бір жаққа барам. Маған бір жақын адам Алматыда. Сол қазір шамалдан кейін көрсетемін қайда барам. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мен қазір үйге бара жатырмын. Бүгінге телефонды ұстауға уақыт болған жоқ, сторис түсіруге, дайындықты салуға, эфирге дайындалып тез студия көріп кеттім. Қазір енді үйге қайтып бара жатырмын. Үйге барып киім ауыстырып, залға шығуым керек.